жұдырықтарыңызды қатты түйіңіздер. Яғни сол қанаттағы әріптестер сол жұдырықты ашуға тырысыңыздар. Бастадық. Жақсырақ Мираш. Қалай аштыңыздар? Жақсы. Айтасқан ағай. Қолыңызды ашыңызшы. Осылай айтуға болар ма? Жақсы. Рахмет, орындарыңызға отырыңыздар. Яғни кез келген баласы істемей, осылай сұрауға болады. Жақсы, құрметті назар аударыңыздар. Табыстың формуласы неде, иә? Табыстың формуласы неде екен? Сіздер енді осыны өздеріңіз сөзбен айтуларыңызды қажет. Табыс. Табыс тең болады. Мынау не? Бірлескен жұмыс. Ынтымақтастық. Қауымдастық. Кеңес. Яғни? Ұнататын жұмыс. Яғни команда. Команда плюс бұл не? Жұмыс қой? Көшбасшы. Басқару. Яғни басқару аппараты деген. Жақсы. Мына жерде не көріп тұрсыздар? Ынтымақтастық. Достық. Келісім. Оны не дейміз? Тағы. Бірлестік. Достық. Сенімділік. Сенімділік. Жақсы. Мына жерде мұғалімнің тұлғасын көріп тұрсыздар? 100% деп тұр ғой. Бұл не деген сөз? Нәтиже. Тағы. Мұғалімге көп назар аударыңыздар. Мұғалім. Кәсібилік, әрине кәсібилік. Жақсы, сонымен бізде олай болатын болса, табыстың кілті не екен? Кәсібилік. Жоқ, кәсібилік болды. Команда дедіңіздер, басқару аппараты дедіңіз, сенімділік дедіңіздер. Яғни кәсібилік болды. Сонда табыстың бірлік формуласы не деген? Коммуникативность. 4К ол не де енді? Табыстың кілті не де деп атырмын? Жақсы, рахмет. Яғни бүгінгі біздің коучингіміздің тақырыбы жаңартылған білім мазмұнындағы жаңалықтар және біз деп отырған яғни жаратылыстану математикалық бағытындағы саласындағы мамандар, көшбасшылар, гуманитарлық бағыт саласындағы көшбасшылар және бастауыш сынып бағытындағы көшбасшылар. Сіздерге тапсырма яғни қандай жаңалықтар бар? Ол жаңалықтарға сіз не қоса алдыңыз, не қажет? Мен осы төңірегінде өздеріңізбен пікірлесіп, сіздер чатқа салуға болады. Яғни мына топқа симпозиум ретінде ұсыныңыздар, сіздерге фрай моделі ретінде ұсыныңыздар, сіздер балық таңқасы ретінде. Жақсы, олай болса жұмысты бастаймыз. Thank you.
Matematika sınıfında simpozium. Hayırlı gün simpoziumga қатысушылар. Бүгінгі симпозиумымыздың тақырыбы жаңартылған білім мазмұнындағы жаңалықтар және біз енді өз оқыту барысында жаңалықтарды қалай қолданып жүріп, енді жаңартылған білім мазмұнындағы негізгі ерекшеліктерге тоқталып кетсек, сындарлы оқыту, одан кейін оқу мазмұнының спиральді қағидатпен берілуі, мұғалімнің кәсіби шеберлігін арттыру, критериалды бағалау жүйесін қолдану, құзыреттілік және сапаға бағытталған оқыту, кіріктірілген сабақтар және үштілділік, яғни қазақ тілі, мемлекеттік тіл, қарым-қатынас тілі, орыс тілі, ағылшын тілі, әлемдік кеңістіктер, тану тілі. Міне осы ерекшеліктер бойынша біз жұмыс жасап жатырмыз. Біз оның ішінде тоқталғымыз келіп тұр. Үштілділік, яғни ағылшын тілі, әлемдік кеңістікте тану тілі, қазақ тілі, мемлекеттік тіл, қарым-қатынас тілі, орыс тілі. Осы қолдану барысы бойынша ақпараттану орталығының басшысы Ерік Ниязбекұлына сөз бергім келіп тұр. Симпозиумға қатысушы. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен сіздерге бүгін бағдарламасы бойынша түсіндіретін боламын. Ағылшын тілінен аударылғанда Content and Language Integrated Learning, яғни бұның аудармасы пәнді тіл арқылы игеру, немесе пәнді тіл арқылы игеру, тілді немесе пән арқылы игеру. Қазір білеміз, біз информатика, химия, биология, физика сабақтары ағылшын, яғни үш тілде оқытылатын болады. Қазір сіздерге мұндай тапсырма беріледі. Негізі бұны үй жұмысын тексергенде немесе жаңа тақырыпты ашу барысында қолдануға болады. Мұнда бірақта бізде барлығы беріліп тұр. Негізі мұндай пазлды сөз табу, яғни word search дейді, яғни мұнда сөздерді табу астында құрылғылар тұр. Яғни бұл ең оңай деңгей. Неге? Өйткені мұнда құрылғының атауы беріп тұр, құрылғының өзі беріп тұр. Ал қиындату деңгейі, яғни бұнда тек пазл ғана беріледі, астында ешқандай жазу тұрмайды. Яғни осыны қолдануға болады. Бастапқы кезде игеруге көмектесетін бір стимулдардың бірі болып келеді. Яғни бұл үштілдіктің оқушыға беріп пайдасы қандай? Мысалы, физика, химия, информатика, биология терминдері бізде ағылшын тіліне бергендіктен, және оны тез жаттауға және игеру үшін осы ағылшын тілінің пайдасын беретіні мол. Құрметті қатысушылар, осы жаңартылған білім мазмұнындағы жаңалықтар бойынша әрі қарай қандай ұсыныстар айтатын болсаңыздар? Бар ма ұсыныстар? Жақсы, рахмет. Бастауыш. Biz özümüzün жұмысымызды Фрайер моделі арқылы ұсынуды жөн көрдік. Осы модель бойынша ең алдымен жаңартылған білім беру бағдарламасына анықтама берсек, ол критериалды бағалау жүйесімен енгізілген негізделген құзыреттілікпен саналылыққа бағытталған бағдарлама болып табылады. Осы бағдарламаның ерекшелігіне тоқталып кетсек, ерекшелігі негізінен бастауыш бөлім болғандықтан дағдыларға көңіл бөлінеді біріншіден, екінші саралап оқыту, үшіншіден зерттеу, бақылау. Ол жаңартылған білім мазмұны бойынша бізде бастауышта жаратылыс бағыты енді ғой. Сондықтан зерттеу, бақылау ол әрине мұқият жүргізілуі керек. Одан кейін деңгейлік тапсырмалар және тілдікке назар аударылып отыр. Қазір латын тілі және үш тілділік. Сонымен қатар төртінші сыныптардан бастап бізде ақпаратты коммуникативті технологиялар пәні жүргізіледі. Сол бойынша балалар ізденуді, мағлұматтарды жинақтауды және интеграциялауды үйренеді. Дене шынықтыру, көркем еңбек сабақтарында балалар осы дағдылар бойынша зерттеледі. Және біз өзіміздің бірлестігіміз
де латын қарпінде жазуды қолға алып жатырмыз. Енді мына ағылшын тіліне байланысты қазір үш тілділік саясат ол дұрыс болып тұр, өйткені мына баланың танымдылық қасиеті ересек адамнан жоғары. Exploit осыны біз пайдалана білуіміз керек. Мәселен, балада бастауыш сыныптардағы балада ассоциативті ойлау өте басым. Сондықтан бұл ассоциативті ойлауды үш тілділікке өте жақсы қолдануға болады. Мысалы, үлкен адам түсіне алмайтын кейбір тапсырмаларды бала түсініп кетеді. Мәселен, кім оны көп сөз айта алады, және оларда біз кейде бір сөздердің ұқсастығымен алшақтығын ескере бермейміз. Ал бала ескереді, және соны жақсы ойын ретінде, жарыс ретінде ұйымдастырса, олар өзі қызық сабақ болып ары қарай алып кетуі мүмкін деп ойлаймын. Және differentiation, деңгейге бөлу кезінде де балаларды ұмыт қалдырмай әрқайсысына өз жеке тапсырма беріп, бірақ ешқайсысы ренжіспендей болып, бір команда болатындай етіп істеуге болады. Мәселен, балалар футболды жақсы көреді дейміз, иә? Футболды жақсы көреді, және мысалы біз команда. Мен қарсылас команданың қақпашысымын. Ал сендер 11 бала маған қарсылас ойыншысыңдар. Сендердің бір-біріңе берген пастарың жақсылап, әдемі айтқан сөйлемдер. Сол сөйлемдерді кім жақсы бәрін маған келеді, маған жаңа гол соғады мәселен. Бәрі жақсы айту керек, бәрі қатесіз айту керек. Міне сондай кәдімгі ойындарды, спортты және басқа тақырыптарды бізге ағылшын тіліне кіріктірсе, соны қызық болады деп ойлаймын. Сол жағы негізінен баланың танымдылығын арттыру, сол табысқа жету мүмкіндігі деп ойлаймын. Менде осы әріптестеріміздің айтқандарын барлығы қорытындыдан келе, бұл жаңартылған мазмұны ол бәсекеге қабілетсіз өмірде қолдана алатын. Және біз өзіміздің моделімізде сурет, яғни бейне көрсеттік. Бұл бейне арқылы біз бастауыш сыныпта қазір оқушылар, оқушы мен оқушы байланысы, мұғалім мен оқушы байланысы, яғни қазіргі таңда бастауыш сынып мұғалімі бағыттаушы рөлге ғана рөлге ие болып табылады. Сондықтан да біз бәсекеге қабілетті екенін, олардың жаңа технологиямен қаруланғанын осы бейне арқылы көрсеткіміз келді. Көмекші құралдар арқылы. Мазмұны бойынша қазіргі уақытта мұғалімнің алдындағы ең басты міндет алдымыздағы оқушылардың функционалды сауаттылығын арттыру. Яғни мектеп қабырғасында алған білімдерін күнделікті өмірде дұрыс қолдана білуге үйрету болып шығады. Яғни біздің оқушымыз іскер болу керек, қандай болмасын жағдайда дұрыс бағыт тауып, дұрыс жол таба алатындай біз тұлғаны қалыптастыруымыз керек. Осыған байланысты жаңартылған білім мазмұны тиімді оқыту және оқу дейді. Ал тиімді оқыту дегеніміз не? Осы ойымызды біз фишбоун әдісі арқылы көрсеткімізге отыр. Яғни гуманитарлық пәндер болғаннан кейін біз ең бастысы әрине тілдік дағдыларға назар аударамыз. Тілдік дағдылар, яғни айтылым, жазылым, тыңдалым, оқылым арқылы оқушылардың коммуникативтік қарым-қатынас жасау, коммуникативтік дағдыларды дамыту ісі алға басады, жүре бастайды. Осы коммуникативті дағдыларды дамыту үшін әр сабақта қазіргі кездегі өзекті мәселелердің біріне айналып отырған өлкетану, латын графикасын енгізу, біздің мектебіміздегі бейнебеттану, кіріктірілген сабақтардағы үш тілділікті біз басты назарға алып отырмыз. Осы іс-әрекеттер арқылы оқушылар алдына қойған мәселені шешу жолдарын қарастырады, шешу дағдыларын қалыптастырады және ақпаратпен жұмыс жасау дағдыларында қарастырып отырады. Мысалы, әдебиет сабағындағы негізгі үш мақсатқа қарастыратын болсақ, ең жоғары мақсат, яғни бағалау, салыстыру. Ал ол бағалау, салыстыруға біз осы әдіс тәсілдер арқылы ғана күнделікті дұрыс жүргізілген жағдайда жете алатын боламыз. Бойынша біз тиімді оқытуды тағы да қандай әдістер арқылы іске асырамыз. Ең бірінші біз жаңағы мұғалім ретінде пән мазмұнын спиралды қағидатта белгілеуі, яғни жеңілден күрделіге оқушылардың алған білімдерін шешу дағдыларын жолдарын іс-әрекетте шығулар жолдарын табу болып жатыр. Сонымен қатар бар білімді
пәнаралық байланыста жүзеге асыру, тиімді оқыту, табысты келешекке қол жеткізу. Яғни спиральдық оқыту деп айтып жатырмыз. Яғни тақырыптар жыл сайын қайталанғанмен, олар күрделеніп отырады. Оқушылар сонда жыл сайын өздерінің білім алу жолындағы дағдыларын дамытып отырады, қалыптастырып отырады. Және Блум таксономиясы бойынша иерархиясы қарапайымнан күрделіге, жеңілден күрделіге жүреді. Сонда бағалайды, салыстырады, қорытынды жасайды. Осындай жақсы нәтижеге жету үшін біз осы әдіс тәсілдерді тиімді оқыту деп қарастырып отырмыз. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, құрметті әріптестер, бүгін енді өздеріңіз талқылап, мынау жаңартылған білім мазмұнындағы жаңалықтар қаншалықты енді, ол өзіміздің саламызда қаншалықты жүріп жатыр негізгі қадамдармен. Сіздердің өздеріңіздің қосатын үлестеріңіз, ұсыныстарыңыз, не осы арқылы дұрыс бағытта келе жатырмыз ба? Әріптестіктің сыни пікірі бізге қажет осы жерде. Сондықтан да сіздер қазір топтарыңызға ақылдаса келе 10%-дан 100%-ға дейінгі аралықта қаншалықты жаңартылған білім мазмұнындағы жаңалықтарды енгізе алдыңыздар, және ол өз деңгейінде жүріп жатыр ма? Ұялы телефондарыңызды алыңыздар. Топпен ақылдасыңыздар. Ұялы телефондарыңызды алып, 10%-дан 100%-ға дейінгі аралықта сіздер бағалаңыздар. Мінекей штрих-код бар, QR-код арқылы біз қазір анықтайтын боламыз, экраннан шығаратын боламыз. Оля, это какой состав? Олай болатын болса, құрметті әріптестер, математикалық жаратылыстану бағыты жауап бойынша қарап отырсаңыздар, әріптестер қазіргі таңда осы QR-код арқылы бағалап жатыр. Кім қаншалықты арасында, өздеріңіз көріп отырсыздар. Сонда 90%-дай, яғни бұл жаңалықты енгізіп жатыр деген сөз. Өздерінің үлестерін қосып жатыр. Бұл деген жақсы тамаша көрсеткіш. Рахмет. Енді келесі салаға көшейік. Бастауыш бағытындағы саласына назар аударайық. Енді мінекей өздеріңіз көріп отырғандай, бастауыш сынып бағытындағы сала көшбасшыларының дауыс беруі бойынша, бағалауы бойынша сіздер 80%, 90% және 100% деген аралықты алып тұрсыздар. Яғни бұл 80 мен 90%-дің аралығында. Бұл да жаман көрсеткіш емес, өте жақсы көрсеткіш. Көшбасшылардың дауыс саны өздеріңіз көріп тұрсыздар, яғни өздеріңізді қаншалықты бағалап көрсеткіштер арасында. Сондықтан да осыны қарай келе бізде 80 мен 90-ның, яғни өте жақсы көрсеткіш деп есептеуге болады. Өйткені сіздер жаңалықтан қалып тұрған жоқсыздар, өздеріңіздің үлестеріңізді көруге болады. Рахмет.